Биыл бізде Тұма Әжелер Академиясында туған күндерді өлең жолдарымен құттықтау үрдіс алды. Ішімізде ең үздік жазатын Күләш апай мен Нұргүлсім апай, Гүлшат апай болса, қалғандарымыз туған күн иесін қуантайық деп тырысып сөз құраған боламыз. Бүгінгі туған күн иесі мен үшін интеллигент деген болмысты толықтай қамтитын Нұргүлсім апай. Өте білімді, театрды жаны сүйетін, барған спектакльдеріміздің режиссері, басты рөлдерде ойнаған актерлардың аты жөні, олардың бұрын қай спектакльде ойнағанын айтып отыратын, тарихты өте мықты білетін, кітап оқығанды сүйетін, бекзаттық, мәрттік, мейірімділік, қарапайымдылық бір бойынан табылған Нұргүлсім апайды қуанту үшін барымызды салып, өлең жолдарын құрастырдық. Әр туған күн сайын бір-біріміздің бұғып жатқан қырларымызды ашу үшін асаба мен бата беретін адам ауысып тұрады. Бұл жолы асаба болу маған бұйырды. Нұргүлсім апайға білдірмей, барлығына өлең құттықтау жазуын сұрадым. Туған күнің мен, туған күнің мен, туман күнің мен, шаттық жашан, бақыт сыйласын, бақыт сырласын, ғұмырың болғай мәңгі дастан. Ашылған бүгін әлем шымылдығы, осы күн төктің сәби жаһанға жар салған күн, қуаныш шәм салған күн, айнала дала аспан тамсанған күн. Туған күнің мен, туған күнің мен, туман күнің мен, шаттық жашан, бақыт сыйласын, бақыт сырласын, ғұмырың болғай мәңгі дастан. Туған күнің мен, туған күнің мен, туман күнің мен, шаттық жашан, бақыт сыйласын, бақыт сырласын, ғұмырың болғай мәңгі дастан. Ашылған бүгін әлем шымылдығы, осы күн төктің сәби уіл жырын, жаһанға жар салған күн. Стол басында барлығымыздың жасымыз 18-де болғандықтан, кім асабаның тапсырмасын бірінші орындады, сол ретпен тілек айтылатынын ескерттім. Бірақ та алғашқы тілекті жарынан айрылып, қаралы көңіл болып, арамызға көптен қосылмаған Күнқияш апайға бердім. Нұргүлсім апайдың даналығы осы жерде анық көрінеді. Алда жақсы күндер көп екенін қатты қайғыға берілмей, немересінің тойын көрсін деген оймен Күнқияш апайға немересінің тойында киген шапанын ырымдап жапты. Тапсырмамды алғашқылардың бірі болып орындаған Нұргүлсім апайдың студенттік кезінен құрбысы Шекертай апайға тілек кезегі берілді. Сөйтіп қат алмасы жүргенде бұл қат жазады ғой. Соны бір күн жазып жіберді да, мені алып қашып кеттің. Мен қалжыңдап жатыр екен дедім да, мен жауап жазып жібердім. Сен біреуді алып қашып кетпесең, сен ешкім алып қашып кетпейді. Сен ешкім алып қашып кетпейді. Сөйтсем шынымен алып қашып кетті. Соны алып қашып кеткен кезде ең бірінші барған кезіндегі әңгімесін сендерге айттым ғой, мен шет жағасын айттым. Сөйтіп сондай қызықтары бар. Көрдім, студент кезінде оқығанымызда көрдім. Одан кейін жаңағы жолдасы Болат марқұмды да көрдім. Қыз ұзату, келін түсіру тойларына қатыстым. Осындай жақсылықтың бәрінің куәсі болып келе жатырмын. Енді 100 жасаған, 70 жасаған мерей тойының да куәсі болуға Алла нәсіп етсін. Сіздер де сол қуанышқа куә болыңыздар. Осы менен кейін де айтылатын дастархан басындағы ақ ниет, дұға тілектеріңіздің барлық қабыл болсын. Ал енді менің шығарған
Гүлсім-ау, қарсы алдымнан шыққанда жарқыраған нұрсың-ау. Ойбай, мен өлеңдеп кеттім ғой. Әрі нұр, әрі гүл, тегін адам болмадым ғой Гүлсім-ау. 50 жылдық достығымыз мықты болсын, тым ұзақ тілеймін мен Гүлсім-ау. Қуанышпен мәнді өмір, сұлу қарттық, жайлы бақ. Басын өлеңдетіп жібердім, до конца өлеңдетуім керек еді. Арамыздағы тіл маманы Күләш апайдың өлең оқығаны ерекше. Сырдың қызы. Сырдың елі, жырдың елі мекені. Боз жусаннан бозаң әуен жетеді. Маң даладай болмысынан көрінер қасиетті топырақтан екені. Сырдың қызы, сабырды серік еткен, салиқалы жолы бар жүріп өткен. Аруанадай ақ жолмен келе жатыр, ақ маржаны ақ жауын төгіп өткен. Құтты болсын туған күн төл мереке, ажарланып ақ қармен келіп жеткен. Қайран сыр сұлу, таңертең сонда баратын еді, толқынға қонар бір сұлу. Аңсатса сырын әкелер жүрегімді, өзіңе туған ұлың айналсын. Жайқалған ақ күрішін жаралған шаттық үшін, қайран сол сыр сұлу қайдасың. Нұргүлсім апай көршісін шақырған екен. Тұма әжелерінің көңілді отырысынан үлкен ләззат алып отырғанын айтып, Назима өзі де шабыттанып, жатқа өлең оқып, ән шырқады. Бір себептермен ертерек кетіп, алдағы уақытта біздің ортамызға қуана қосылатынын айтты. Мен ақтаған менің қосар осы тойға үлесім бір-екі ауыз өлеңім бар сақтаған. Толсын жүрек, ән айтамын бақыт тілеп, құтты болсын туған күнің, мына менен бір тілек. Қуанышқа толсын жүрек, ән айтамын бақыт тілеп, құтты болсын, Назимадан мың тілек. Біздің енді президентіміз, бізді басымызды қосқан, осы ұйымды ашқан Ләззат деген қызымыз бар ортамызда. Бірақ бүгін тағы келе алмады, денсаулығына байланысты. Бірақ та әрқайсыңыздан өлең шығарыңыздаршы дегенде, бәріңіз жеке-жеке жіберіп жатсыздар ғой. Сол жеке жібергенде әрқайсыңыздың өлеңіңізді аз дегенде бір 10 реттен оқып рахаттанған шығармын. Ең рахатқа батқан менмін. Соның ішінде Ләззаттың өлеңі де енді керемет, тыңдасаңыздар. Найза ұстар күші бар, нар тұлғалы сесі бар. Нәсіп болып кездесіп, негізгі алдық ақылын, нақты шешім қабылдар. Нұрға бөленген әр күні, нағыз адам сіз дейміз, немеренің арасында нән әже боп жүріміз. Намазға далқыпты, не деген тәртіп дейміз біз, найзағайдай жарқылдап, наннан да болып керекті, несібеңіз бітпесін, нәрге толып жанымыз. Барлығы н әрпінен басталады. Сондай ма? Сөйлем басы н-дан басталады. Саламатсыздар ма? Нұргүлсім апай туған күніңіз құтты болсын. Деніңіз сау, жасыңызға жас қосыла берсін. Бала-шағаңыздың қызығын көре беріңіз. Сізге бар жақсы тілеймін. Сол бүгін келе алмадым енді. Әлі Құдай қаласа талай туған күндеріңізге боламыз, талай кездесе береміз Құдай қаласа. Сол сіздерге енді сізге бір арнап шағын бір жастық шақты еске түсіретін бір музыканы орындайын. Соны табыңыздар, қандай музыка бұл, қай жақ, қандай кинодан.
мықты өлең жолдарын құрастырып, қайынбекем деп сәлем салған Гүлбағда апайдың тілегі. Құлақ күміс көмей, кисе киім, күлсе күлкі, шешен сөзі әсем сәні бір өзіне жарасқан. Ақ пейір жомарт жан, мол дастарқан, бәрі өзінен табылған. Әкеден көрген өнеге, анадан алған тәрбие, зетпен мерге ұласқан, мен осы қайынбекемнің қазақы болмысына таң қаламын. Ортамызға жаңадан қосылған Роза апай, ән десе әдемі дауысы бар, сөздің шешені, биді де керемет билейтін, қолөнердің де шебері екен. Нұргүлсім апайға өзі қолынан жасаған әдемі гүлін сыйлады. Бізге үйретсеңіз Болғанда киіз өтенесі олай. Нағынан бетесінде тағала қоясың. Не деген Өзіңіз бояйсыз. Сосын мен Нұргүлге ұрысам. Арамызда қонақ күтудің чемпионы Гүлшат апай бар. Қонақ күтем деп жүріп тапсырманы соңынан орындаса да керемет тілек жазыпты. жас емес, қазына жас. Бала мен немеренің назына мас. Біз сізге бақ тілейміз ортаймайтын, басыңыздан ешқашан ажырамас. Өміріңіз ұрпаққа өнеге мың, тілейміз қуанышқа бөлегенін. Жүзге келіп марқайып отырыңыз, қылығына қуанып шөберенің. Танытып еңбегіңмен санқырыңды, жақсыға шашу еттің бар білімді. Бөленіп құрметіне қалың жұрттың, арнадың халқыңа да бар күніңді. Қалыбын адамдықтың бір бұзбадың, ұяңнан түлеп ұшты ұл қыздарың. Өзіңмен өркен жайып өнег алған, тілейді жақсы тілек тұмадағы шын достарыңыз. Әлгі Шекер апай мен Сәлиманың туған күнде мен бір тамада болып ойбай жағы нем ашылып, шабытым ашылып, бәрімізге өлең шығарып тастайық, сонда қосып қоя салайын. Нұргүлсім апайға біз сізді құрметтейміз, сыйлаймыз, жақсы көреміз. Халыққа да қызметіңіз өткен, үлгісіз, нұрсыз, әрі гүлсіз, еңбекқорсыз, жас ұрпаққа жан ашырсыз. Үлкейіңіз, көп жасаңыз, қартаймаңыз. Осы отырған енді біздің тілегіміз, өсіп өніп, ұрпағыңызбенен мың жасаңыз. Қойған ғой енді. Жаңа жыл қарсаңындағы бас қосуларда мен ортада мынадай ойын ойнатам. Жасырақ кезінде цыган болып киініп, өлең айтып шығып, цыганның мақамына салып, келесі жылға орындалатын тілектерді тарататын едім. Ол ойынды ұйымдастыру себебім осы ортадан шыққан адам үйіне үлкен қуаныш пен келесі жылды жақсы үмітпен қарсы алсын деген ой еді. Ол тілектер келесі жылы кейбір адамдарда орындалып та жатады. Себебі жиналған ортада жақсы көңілмен, жақсы тілектер айтылып жатқанда, періштелер қуанып, қол соғып, әумин деп тұрады дейді. Бүгінгі ойында ақ қағазға жазылған тілектерді дауыстап оқыған әр адамды әумин деп қолдап отырдық. Барлық тілектер қабыл болсын. Бүгінгі шайды ұйымдастырған Нұргүлсім апайдың қажыр қайратына сүйсініп, рахметімізді айтамыз. Туған күніңіз құтты болсын, Нұргүлсім апай. Тұмадағы құрбыларыңыздың барлық тілектері қабыл болсын. Келер 2026 жыл тұма әжелеріне тағы да шуақты, бақытты, әдемі сәттермен есте қалатындай берекелі жыл болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, аспанымыз ашық, әр шаңыраққа қуаныш әкелсін.